Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің арнайы сабағымызда сіздерге YouTube-пен трансляцияны қалай жүргізу керек екенін, яғни YouTube-пен тікелей эфир қалай жүргізу керек екенін көрсетемін. Алдымен неден бастаймыз? Алдымен бізге трансляция жүргізетін программаның өзі қажет. Біз браузерді ашамыз. Оның ішінен былай деп іздейміз. Google-дан, яғни OBS Studio деп іздейміз. Ағылшынша әріптермен OBS Studio. Осыны іздеп тауып алып жүктеп аламыз. Мінекей, скачать OBS Studio. obsproject.com деп тұрады. Осыны жүктеп аламыз. Егер де сіздерде Windows 7 болса, OBS Studio Classic деген мінекей, мына түрін жүктейсіздер. Ал егер сіздерде Windows 10 болса, мінекей, скачать установщикке басасыздар жай ғана. Скачать установщик батырмасынан басамыз. Және қай жерге сақталғанына көз жеткізіңіздер. Мінекей, загрузкаға сақталайын деп тұр. Мен скачать, сохранить батырмасын басамын. Содан кейін жүктеліп болуын күтеміз. Мінекей, менде OBS Studio жүктеліп болып қалды. Толық жүктеліп болуын күтеміз. Болған соң өзіне басуға да болады. Немесе мына жердегі басып показать папке. Жаңағы яғни таңдаған папкамыз загрузкаға барамыз. Оның ішінде таба алмай жатсаңыздар, көп болса жүктелген файл дата изменения бассаңыздар, бүйтіп былай тауып алуға келеді. Мінекей, OBS Studio. Осыны мен батырманы 2 рет басып ашамын. Егер былай деп шығып тұрса, запустить батырмасын басасыздар. Содан кейін орнатамыз. Next, яғни далее деген сөз next, install. Ештеңені қозғамаймыз. Жай ғана next басып, далее басып орнатып аламыз. Орнатылып болғаннан кейін галочканы алып тастаймыз да finish батырмасын басамыз. Артық терезенің барлығын жабамыз. Браузер бізге қажет болады. Әзірге жасырып қоя тұрамыз, свернуть басып. Мінекей, OBS Studio бізде орнатылды. Кеттік ары қарай. OBS Studio'ны ашамыз. Содан кейін мінекей, хотите ли вы запустить мастер автоматический настройка? Вы также можете настроить параметр вручную кнопку настройка в главном окне дейді. Сіздер да басып мастер настройканы қолдансаңыздар болады, бірақ мен нет басамын, окей батырмасын басамын. Біз бұның істеп тұрғанын қалай тексереміз? Алдымен бізге мына жақта мінекей сцена. Мынау яғни сценалар, кейін түсіндіреміз сізге источник дейді. Источник яғни қай жерден жазады видеоны. Мінекей, мен сөйлеп отырған, мына жерде микрофонды көрсетіп тұр. Источникке плюс басып, захват экранаға басамыз. Яғни экрандағыны ұстап отыру, экрандағыны. Экраннан жазу. Окей батырмасын басамыз. Одан кейін бізде мынадай терезе ашылады. Оғанда окей батырмасын басамыз. Начать запись басып көреміз. Мінекей, свернуть етеміз. Бір-бір. Мінекей. Мен даусым қалай естіліп тұр. Қазір записін тексеріп көреміз. Одан кейін остановить записті басып, енді бізде видео деген папканы ашсақ, мінекей, видео деген тұрады. Видео деген папканың ішіне түседі. Мінекей, біздің жаңағы жазған видеомыз шығады. Қосып көрейік. Басып көреміз. Мінекей, свернуть етеміз. Бір-бір. Мінекей. Мен жаңағы жазған видеом естіліп тұр. Қазір записін тексеріп көреміз. Одан кейін остановить батырмасын басқан болатымыз. Мінекей, біздің видеомыз осылай жазылған. Енді трансляция жүргізу қалай? Запустить трансляция басуға болады, бірақ қай каналға жүргізеді. Және бізге мынау көрініп қалады, ыңғайсыз. Мынау көрінбей, біз отырған кезде, осылай жасырынып тұрған кезде қосып жіберу керек. Оған біз горячий клавиші деген бар. Экранды толық ашып аламыз, бүйтіп. Файлға басамыз, настройкаға басамыз. Оның ішінде горячий клавиші деген болады. Запустить трансляцияға басасыздар да, мінекей, запустить трансляция. Трансляцияны, яғни тікелей эфирді бастау. Мен мысалы клавиатураңыздан өздеріңізге ыңғайлы және көп жағдайда бос болатын, қажет емес бір кнопканы таңдаймыз. Мысалы жоғарыда тұрған F10, F12, F11 дегенді көріп тұруларыңыз мүмкін. Соларды басуға болады. Немесе
клавиатураның оң жағында тұрған плюс, enter деген сияқты. Enterді баспай ақ қойыңыздар, өйткені enter қажет болуы мүмкін басқа операциялар үшін. Сондықтан мен запустить трансляцияға қазір F11-ді басамын мінекей. Остановить трансляцияға F12-ні басамын. F12 тоқтату, F11 жүргізу. Мінекей. Начать запись. Записті бастау. Начать запись, остановить запись. Мен мысалы начать запиське F1-ді қоямын. Остановить запись. Тоқтатуға остановить запись. Запись тоқтатуға F2-ні қоямын. Окей батырмасын басамын. Келесіде мен F11-ді басып қалсам жаңағыдай. Келесіде мен F11-ді басып қалсам трансляция басталады, F12-ні басып қалсам тоқтайды. F1-ді басып қалсам запись басталады, трансляция емес, яғни видеоны жазу экранынан жай ғана. F2-ні басып қалсам тоқтатады. Енді ары қарай кеттік. Трансляция жөнінде. Бізге трансляция жүргізу үшін алдымен YouTube канал қажет. YouTube канал бізде браузер Google Chrome болса, егер мынадай мінекей, соның ішінде аккаунтымыз тұру керек. Егер аккаунт жоқ болса, жаңадан ашамыз аккаунтты. Аккаунт көбіңізде Gmail аккаунттарыңыз бар деп ойлаймын мынадай. Өйткені Android телефонында барлығында бар, Gmail почта бар. Сондықтан мен жақында ашылған бір мінекей мынаумен бастаймын. Осы аккаунтты таңдаймын. Егер де сіздерде мына жерде бірнеше аккаунт тұрса, мінекей, соның ішінен өз аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Одан кейін YouTube-ты басамын. YouTube-тың ішінде бізде мынадай жоғарыда видео салатын тұрады мінекей. Мынау басқа каналға ауысып кетті, мен жеке каналыма сменить аккаунт басамызда жаңағы біздің керекті аккаунтты таңдаймыз. Мысалы мен мына Манат Алмағамбет деген аккаунтымен бастап көрейік. Мінекей. Осы аккаунт таңдалған соң, одан кейін плюс батырмасын басамыз жоғарыдағы мінекей. Создать видео или другой контент. Начать трансляцияға басамыз. Содан кейін мінекей бізге каналымыз осыдан бұрын тіркелмеген болса, тіркеуді ұсынады. Біз мемлекет таңдаймыз, ел. Содан кейін получить SMS деп телефон нөмірімізбен растау керек болады. Одан кейін телефон нөмірімізді жазамыз. Қай нөмірге растағымыз келеді, дәл сол нөмірді нақты. Мысалы, мен қазір бір номер жазамын. Отправить батырмасын басамын. Одан кейін ол телефон нөмірге SMS келеді. Телефоннан келген SMS-ті жазамыз. Мынадай тіркеуді сіздерден бұрыннан бар болсаңыздар, егер бұрыннан видео салған болсаңыздар, YouTube-қа немесе трансляция жүргізген болсаңыздар, сұрамайды. Мынау бірінші рет тіркелген аккаунтқа арнайы көрсетіп жатырмын. Номер расталған соң продолжить батырмасын басамыз. Одан кейін сіздерде нужно немного подождать, доступ к функции прямой трансляции появится в течение 24 часов после одобрения дейді. Яғни бірден жаңадан ашылған аккаунтқа трансляция қолжетімсіз болуы мүмкін. Одан кейін бір тәуліктей күте тұрасыздар. Ал енді қалай тіркелуін көрсеттім. Енді өзімнің аккаунтыммен сіздерге трансляция жүргізіп көрсетемін қазір. Одан кейін бұрынғы аккаунтымды алайын мен қазір. Мінекей. Өзімнің осы аккаунтым тұра берсін. YouTube-қа кіремін. Менің мына аккаунтым мұның бұрыннан расталған, тіркелген. Сменить аккаунтқа басамыз. Енді өзімнің жеке аккаунтымды таңдаймын. Кәсіптегі емес, жүргізіп жүрген жеке аккаунтым жай ғана. Сонымен жоғарыдағы мына батырмаға басамыз. Добавить видео, ол өзімізде бар видеоны салу. YouTube-қа компьютерімізде бар. Начать трансляцияға басамыз. Бұл яғни трансляция тікелей эфирді бастау. Одан кейін бізде трансляцияның терезесі ашылады YouTube-та. Мынау бұрын мен жүргізген болғасын осылай тұрады. Сіздерде создать трансляция деген кнопка болу керек, немесе бірден солай ашыла салу керек. Мен создать трансляция басамын, мінекей бірден осылай ашылу керек сіздерде. Егер осыдан бұрын жүргізбеген болсаңыздар.
жүргізген болсаңыздар жаңағыдай ашылады. Сонымен тақырыбын жазамыз. Тақырыбы мысалы тікелей эфир сапасын тексеру. Одан кейін открытый доступ, яғни бұл барлығына көрсете береді, яғни YouTube-қа кіргеннің барлығына көрсетеді. Доступ по ссылке, яғни сіздер сілтемесін бөліскен адамдарға ғана, сілтемесі кімде бар, кімдерге бөлістіңіздер, кімдерге жібердіңіздер, сол адамдар ғана көре алады. Ограниченный доступ ешкімге көрінбейді, тек өзіңізге ғана көрінеді. Тексеру үшін керемет мүмкіндік. Біз қазір доступ по ссылке басамыз, сілтеме бойынша. Өйткені біреуге көрсету керек болады міндетті түрде. Одан кейін описание. Кез келген мысалы жүргізіп жатқан эфиріңіздің жөнінде сипаттамасы. Содан кейін тақырыбы мысалы образование қоюға болады. Бірақ егер сәйкес келмесе, сіздер бір тақырыпты таңдадыңыздар, мысалы музыка деп, музыкаға сәйкес келмесе, YouTube блокировкаға лақтыруы мүмкін. Сіздер егер тексеріп жатсаңыздар, мен сияқты, мен қазір тексеру үшін сіздерге әдейі көрсетіп жатырмын. Люди и блогиға қойған дұрыс. Люди и блоги таңдайсыздар. Мысалы, люди и блоги. Мысалы, қазір мен образование қоюыма болады, образование, яғни білім беру. Бірақ бұны YouTube білім беру видео ретінде танымауы мүмкін. Сол себептен бұл да блокировкаға кетуі мүмкін. Яғни видеоңызды кілтеп тастайды. Сол себептен люди и блоги, жалпы тақырып деген сияқты. Адамдар шығып өздері сөйлеп отырады, сол сияқты. Запланировать трансляция, белгілі бір уақытта жүргізу. Мысалы, мен ертең жүргізгім келсе, ертең сағат кешкі 8-ден 20 кеткенде мысалы басталады деген сияқты. Бірақ қазір запланировать қоймаймын, кейін көрсете жатамын сіздерге, бізге қазір жүргізіп көрсету керек сіздерге. Загрузить свой значок, яғни бұған значок, баннер салу. Баннер бір сурет тақырыбын қойып қоятын, мысалы. Мына суретті қойып қоямыз. Содан кейін ролик для детей, не для детей деп тұр. Бұл не нәрсе? Бұл Американың заңнамасына сай, мына жақта мысалы сіз жүргізіп жатқан видео балаларға арналған ба, арналмаған ба, соны көрсетуге міндеттісіз. Балаларға арналған десеңіз, ол детский деп таниды, яғни мультфильмдер арасынан шығады. YouTube-та балалар қарап отырған кезде мультфильмдер арасынан сіздің видеоңызды ұсынатын болады. Егер оған да сәйкес келмесе, тоже блокировкаға кетеді. Ролик не для детей дейміз, бірақ астына 18 жастан кішілерге қарауға болады деген таңдап қоямыз. Одан кейін создать трансляцияны басамыз. Жүктеліп болуын күтеміз. Мінекей, содан кейін бізге осындай терезе ашылады. Енді мына жерде ключ. Сіздерге негізі бұлай ашуға кеңес бермеймін, бірақ мен сіздерге арнайы ашамын қазір. Мынаны көшіріп алу керек, копировать деп. Әрине қасындағысын бетіп көшіріп ала салған дұрыс. Бетіп копировать деп. Содан кейін OBS студияға барамыз. Оның ішінде файл, настройки, вещание деген таңдаймыз. Біз жоғарыда вещание. Одан кейін жаңа көшіріп алған ключті саламыз. Оң жағын басып ставить. Содан кейін применить және ОК батырмасын басамыз. Енді мына жерде айта кететін нәрсе, жаңа сцена жайлы түсіндіремін дегенмін. Бізде мысалы бір сцена, яғни бір сцена тұр. Бұнда тек экранды ғана көрсететін. Біз және екінші сцена қосуымызға болады. Былай еткізіп мына жерде плюс батырмасын басамыз. Окей дейміз. Екінші сценаға мысалы камерадан мені көрсетуді қоямыз. Устройство захвата видео. Камера сапасын тексереміз. Қазір мен жарықты қосамын, мен көрінуім үшін.
мінекей мен отырған бөлмеде жарық онша емес, сол себептен нашар көрінуі мүмкін, сіздерде жақсы көріну керек. Мінекей бүйткізіп екінші сценаға осыны қойып қоямын. Үшінші сценаға мысалы мынаны өшіре тұрамын. Үшінші сценаға қазір және экранды да және өзіңізді де көрсетіп отыратын қойып қоюға болады. Захват экраны қосамын, окей батырмасын басамын және устройство захвата видео. Екіншіде көрсетпей тұрса, камера заняты болуы мүмкін сіздерде. Заняты болғандықтан көрсетпей тұруы мүмкін. Яғни бір нәрсе түсіріп жатсыз, немесе веб-камера басқа программамен заняты. Яғни біздің екінші сценада істеп тұрған кезде заняты. Сол себептен көрсетпей тұруы мүмкін. Және былай да істеулеріңізге болады. Сценаларды удалить етіп бастаймын, қазір қайтадан кетіремін. Оң жағын басамыз, удалить батырмасын басамыз. Одан кейін, мысалы, захват экраны тұр, оның қасына сценаға емес, мына жаққа источник дегенге плюс батырмасын басып, захват экраны басамыз. Ой, кешірім өтінемін. Захват видео. Устройство захвата видео мінекей. Қайтадан жайлап көрсетейін. Устройство захват видео. Осы жерге салып, мынаны былай жылжытып, бұрышқа қойып қоюға болады. Яғни экранды да өздеріңіз де көрсетіп отырады мінекей. Қазір жарықты мен реттеп қояйын. Енді жақсырақ көрінуім керек. Осылай қойып қоюға болады сіздерге. Содан кейін біз ключті салдық. Қайта салуға болады көз жеткізу үшін. Мына жерге копировать батырмасын басамыз. Қайта көрсетейін сіздер үшін. OBS студияға барамыз. Файл, настройки, вещание. Сосын осы жерге ключті саламыз. Применить және окей батырмасын басып сақтаймыз. Одан кейін енді біз запустить трансляция оннан басуға болады. Естеріңізде болса, біз кнопка қойып қойған болатынбыз. Мінекей горячий клавиш F11 батырмасын басып қалған кезде жаңағыдай басталып кететін. Бірақ сіздер жаңадан үйреніп жатқан болсаңыздар, ештеңе етпейді, онда тұрған ештеңе жоқ. Мына OBS студиясын ашып, запустить трансляция басып, бірден сібірінт етіп салуларыңызға болады. Одан кейін мына жақта қазір көріне бастайды, біраз күте тұрамыз. Көрініп бастағаннан кейін начать эфир батырмасы. Сіздер запустить трансляцияны OBS студиядан басқан болсаңыздар, начать эфир батырмасыны көк түс болып жану керек мына жерде. Мінекей жүктеліп жатыр, қазір қосылады. Кейде интернет сапасына байланысты 1-2 минуттай күте тұруға тура келуі мүмкін. Оған дейін мына жердегі баптаулармен таныстырып өтейін. Настройка трансляция, яғни автоматически созданный ключ. Сіздің трансляцияңыз үшін арнайы жасалған ключ, немесе создать ключ трансляция қолмен жазуға болады. Бірақ оның көп қажеті жоқ. Мынау басқа программамен жүргізіп жатсаңыздар, соның сілтемесі. Бірақ OBS студияның ішінде ол міндетті түрде емес. Егер программамыздың OBS студия емес, басқа болса, кейбір жерде ол URL, яғни трансляцияны қай жерге жүргізетін сілтемесін сұрауы мүмкін. Одан кейін келесі біреу істемесе екінші сілтеме бар. Задержка жөнінде стандартный задержка орташа, малый задержка, яғни кешікпей көрсету. Наименьшая задержка бұл мүлдем кешігусіз, бірақ бұған қоюға кеңес бермеймін. Стандартный задержка қойыңыздар. Өйткені сіздердің интернеттеріңіз кейде сапасы төмен болуы мүмкін. Сол себептен сіздер жүргізіп жатқан эфир зависать етіп, яғни қатып қалуы мүмкін. Сондықтан стандартный задержкаға қойсаңыздар, автоматты түрде өзі реттеуге тырысады. Одан кейін видео рекордер, яғни бұл сіздер қосып отырған жаңа OBS студия деген сияқты программадан алу. Панорамный видео, ол жаңа үлкен камера басқалардан болса, дополнительный задержка, мысалы қосымша қойып қоюға болады, 30 секунд кешігіп жету. Егер интернеттеріңіз төмен болса, сіздер мынаны көптеу түрін таңдап қоюларыңызға болады. Мысалы 30 секунд деп. Субтитры, бұл тексті астына текст жүріп жатса, аналитика қанша адам қарап отырғаны жөнінде, қаншасы ойнатып отыр, қарап отыр видеоны, қанша адам чатта активный, сол сияқты толық аналитиканы қарап отыруға болады. Состояние трансляция, яғни бұл қалып күйі. Мына жерде нашар деп тұр, видео жай жүру мүмкін деп тұр, буферизация. Бұл интернеттің сапасына байланысты сіздерде. Бірақ ештеңе етпейді, қазір біз ең бастысы жүргізіп көре аламыз. Сіздерде өйткені интернет жақсы болуы мүмкін, басқа жерге барып қайталауға
қайталауға болады басқа жерге барып. Содан кейін мінекей бізде осылай болып шыға бастағаннан кейін начать эфирге басамыз. Сонымен бізде трансляция начать эфирді басқан сәттен бастап мына батырма қызыл болып кетеді. Мына бізде эфир жүріп бастады. Одан кейін бүйтіп сілтемесін алып копировать батырмасын басып чатқа немесе біреулерге жіберуге болады. Мен телеграм ашамын қазір. Телеграмға жіберіп қоямын қазір. Мінекей осылай сілтемесін достарыңызға немесе чатқа, аудиторияларыңызға бөлісуге болады. Мінекей мен сөйлеп отырғаным барлығы жазылып жатыр. Жаңағыдай OBS студияда бүйткізіп камераны өшіруге, экранды өшіруге немесе камераны өшіруге қойып отыруға, жаңа мына жақта сақтап қойған сценаларға ауыстырып отыруға болады. Бұларға да батырманы кнопканы тағайындап қоюға болады. Мына жақтан мысалы F6-ны басқанда презентацияны қосады, F7-ні басқанын кезде мысалы экранның өзін қосады, камераны қосатын секілді. Одан кейін эфир тоқтату үшін завершить трансляцияның батырмасын басамыз. Содан кейін біз OBS студиядан да остановить трансляцияны басуды ұмытпаймыз. Мына жақтан да тоқтатамыз. Енді жүргізген трансляциямыздың мінекей жалпы қанша уақыт жүрді, қанша адам қарады бір уақытта, соларды көрсетеді. Изменить в творческий студия дейсіздерде, мына жерде трансляцияның уақытын көрсетеді. Яғни сіздің YouTube каналдарыңызда сақталады. Артынан кетіріп тастауға да болады. Мына жақта информация о видео дегенге бассаңыздар, информация о видео. Яғни реттеп, тақырыбын жазып, өзгертіп салып қоюға болады. Мына жерге барлығын реттейсіздер, жазасыздар. Басқа баннер салуға болады. Мына жерде суреттің аудиториясын жазасыздар. Сілтемені ашық жіберіп қоюға болады, немесе жауып тастауға болады. Одан кейін запланировать публикация, басқа белгілі бір күнде датада шығаруға болады. Сохранить и опубликовать басуға болады. Қазір сохранить батырмасын басылмай тұрған себебі мен ештеңе өзгерткен жоқпын. Мысалы 02-де өзгертейін, одан кейін сохранить батырмасын басамын. Бір нәрсе өзгертсеңіздер көк болып жаңағы. Одан кейін сілтемесін алып тағы да жіберуге болады. Бірақ жаңа сол сілтеме тұра беруі мүмкін. Мінекей сақталған эфир жүргізуге болады. Эфирімізді қарап көрейік өзіміз қалай шықты екен. Қызыл болып кетеді. Міне бізде эфир жүріп бастады. Одан кейін бүйтіп сілтемесін алып копировать батырмасын басып чатқа немесе біреулерге жіберуге болады. Мен телеграм канал ашамын қазір. Телеграмға жіберіп қоямын қазір. Мінекей осылай сілтемесін достарыңызға немесе чатқа, аудиторияларыңызға бөлісуге болады. Мінекей мен сөйлеп отырғаным барлығы жазылып жатыр. Жаңағыдай OBS студияда бүйткізіп камераны өшіруге, экранды өшіруге немесе камераны өшіруге қойып отыруға, жаңа мына жақта сақтап қойған сценаларға ауыстырып отыруға болады. Бұларға да батырманы кнопканы тағайындап қоюға болады. Мына жақтан мысалы F6-ны басқанда презентацияны қосады, F7-ні басқанын кезде мысалы экранның өзін қосады, камераны қосатын секілді. Одан кейін эфир тоқтату үшін завершить трансляцияның батырмасын басамыз. Содан кейін біз мінекей біздің эфир осылай жазылған. Сіздерге тағы да бір айта кететін жағдай, трансляция жүргізіп отқан кезде, начать трансляция дейін, кері байланыс алып отыру деген болады чат арқылы. Яғни адамдар сізбен сөйлесіп отыруы мүмкін. Кері байланыс алып отыру. Сіздер трансляцияны жүргізіп отқан кезде тікелей эфирді мына жақта чат деген тұрады. Осыны ашып қарап, немесе жаңа сілтеме бойынша ашып қарап, осы жерге жазып отқан кері байланыстарды алып, оқып жауап беріп отыруларыңызға болады. Мына жерге мінекей мен жазамын да жіберемін. Мінекей жазамын да жіберемін. Осы жерге хабарламалар осы жерге келіп отырады. Мінекей осылай трансляция жүргізуге болады. Тікелей эфир жүргізу айтарлықтай ондай қиын емес.
алдағы уақытта басқа да түрлерін көрсетемін. Яғни ПТС камера деген сияқты құрылғылар болса онымен де жүргізуге болады. Бірақ мынау компьютерларыңызбен жүргізе беруге болады осымен. Кейбіреулер айтады, қымбат құрылғы керек, камера керек, оған жаңағыдай аппаратуралар керек деп. Көп еш нәрсенің қажеті жоқ, трансляцияны осылай көбісі жүргізеді. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда жүздескенше сау саламатты болыңыздар.